өзіңізде Нұрсұлтанмен дәл қазір араларыңызда таныстық әлі жүріп жатыр, тоқтаған жоқ. Сол таныстық жалғаса ма? Перизат, көп ойланатын уақыт болды. Осы ханым, мен Нұрсұлтанды выборға қойған жоқмын. Мен Нұрсұлтанға таныстыққа иә дегенім тоже не просто так. Мен қасында болғым келген. Нұрсұлтан өте жақсы бала. Мені бақытты қылыш үшін дайыма әрекет қылады. Мен аны бағалаймын. Мен білемін қанша жақсы көргенін. Бірақ ал дағын өзін ата-енесін тыңдап, мен дағын өз ата-енемді тыңдап, бір-бірімізді должны отпустить, думаю. Бір-бірлерімізді жібергеніміз дұрыс деп шешім шығарып отырсыз ба? Жақсы, Жандос ортада. Не деген үлкен аю? Бұл Нұрсұлтан? Бұл сізден, иә? Нұрсұлтан? Иә? Иә, боласа ханым, менен сәл көңіл жылап қалды деген сияқты. Енді? Сыйлығыңыз? Иә? Жақсы. Кен Нұрсұлтан, әр заман мені сүйінтуге тырышасың ғой. Мен барын білем. Жақсы. Жандос тағы да ортада. Жандосқа бүгін жұмыс көп енді. Бұл? Ғалымжан? Бұлай түсіндірейші, негізі кеше хабарласқан болатын, ауырып қалды дегеннен кейін осы жеміс-жидектер бергім келген негізі ауырып қалғаннан кейін. Жағдай енді. Ал мынау гүл менің кесірімнен қаншама сөзге қалды, қаншама халық айтып жатыр, осы жерде қатысушылар айтып жатыр, көңілін түсіріп қойғаныма кешірім ретінде осы гүлді бергім келеді, сыйластық ретінде. Мынаның ішінде тәттілері бар, енді чаймен ішеді енді, чемпион чайын мен отырып асықпай ішіп алатын шығар енді өзі. Тәттілер, жеміс-жидектер және гүл шоқтары. Иә. Ой, жарайсыз. Мынау көңілің үшін түсіріп қойғаныма кешірім сұраймын, сыйластық ретінде. Анау денсаулық үшін ғой. Денсаулық үшін дейді. Иә, мынау да. Ой-бой, не болды? Сыйлық жауған күн болды бүгін. Перизат үшін. Иә, рахмат, Ғалымжан. Иә, Ғалымжан кеше түні жазған болчу. Орып қалып тұрсың, саған фрукт алып келіп берейін деп. Бірақ 12 болғаннан кейін жоқ, мен шыға албаймын деп айтқаным бар. Рахмат чоң.